Қысқа контент ол бір кене сияқты. Саған бір жабысып алады да, сора береді, энергияның барлығы дымы да қалмайды. Жалпы осы видеоны аяғына дейін қарайтын болсаң, осы нәрседен қалай құтылуға болатындығын және полный по факту көрсетіп беремін. Конечно, сен егер де фокусың жететін болса, осы видеоны басынан аяғына дейін тапжылмай қарап түсінуге уақытында және де энергияңды жететін болса, бұл видео саған максимально пайдалы болады. Және бұл видеодан кейін сен ешқандай да қысқа контенттерді көруге жоламайтын боласың. Себебі қандай эмоция не тұрғандығын 100% білетін боласың. Шын мәнінде сен не көріп отырсың? Қысқа контент сен қай жерде көресің? Кез келген уақытта, кезекте тұрғанда, жұмысқа барғанда, жолда, машинада, автобуста, метрода, пойызда, самолетта, кез келген уақытта сен постоянно сол короткий контентті потреблять етесің де жүресің. Яғни қысқа контент өмірінің барлық паузаларын толтырады. Ешқандай да миындағы бір болып жатқан сұрақтарға жауап іздеу емес, сен постоянно сол бір ойлардан қашып қарайсың да кезекте шұқи бересің. Неге? Потому что қысқа контент өте қызықты. Сен, мысалы, андай бір қызық емес, бір 100-300 просмотр жинайтын, возможно, ауыр ақпараттарды көруге емес, 100 мыңдаған, миллиондаған просмотр жинайтын ғана видеоларды көресің. Ал ол видеолар вирустық видеолар болғаннан кейін, ол жерде белгілі бір қызықты нәрселер бар. Кез келген видео вирус болу үшін, ол белгілі бір эмоцияны туғызу керек. Ол кез келген видео 100 мыңдаған, миллиондаған просмотр жинамайды. Адамның белгілі бір эмоциясын тудыратын видеолар ғана осындай просмотрды жинайды. Давайте, күшті бір просмотр вирустық видео болу үшін біз не нәрсені түсінуіміз керек. Анализ жасап көрейік. Бірінші кезекте бізде не түседі? Жабысқақ купальниктегі қыз, құмарлық, нәпсі. И әдемі бір қыз, когда чуть-чуть открытый киіммен шығады, оларда по-любому просмотр көп болады. Это первый. Потом майбақ мініп алған бір 20 жастағы жігіт или БХ-дағы жүрген жігіт постоянно ойбай керемет өмір осындай деп мақтанатын да жүреді. Ең қызығы, сен когда қызды көрген кезде құмарлығымен нәпсін оянады, екіншісін көрген кезде сенде қызғанышың мен эмоцияларын шыға бастайды. Почему ода бар, ал менде жоқ? Неге ол менен жас, ода бар, ал менде жоқ? Постоянно сен оны көргеннен кейін сен постоянно отырасың, мен что-то бұл заттарға лайықпын ба, лайық емеспін ба, бұл заттар дұрыс істеп жатырмын ба, жоқ па? Осы сұрақта сен постоянно мазалайтын болады. Және де осы бір постоянно бұларды көре берген сайын тағы бізде то, что постоянно жүретін екі бір адамдардың төбелесі, бір-бірлерімен қырылысып жатқан адамдар. Бұларды көрген сайын сен не істейсің? Ашу, ызан шыға бастайды. Егер де қорытындылай келетін болса, кез келген вирустық видеоның қорытындысы бұл эмоцияға шақыру. Яғни эмоция бар болатын болса, значит бұл видео вирустық болып есептелінеді. Давайте вирустық видеолар нені тудыратындығына тоқталып өтейік. Бірінші, мендік тек қана сенде жоқ, мен өзім дегенге шыға бастайсың. Ашушандық, потому что постоянно онда видеоны көріп жүрген адам бүйтіп дзенда никогда жүрмейді, ол постоянно ашушан және де сол бір эмоцияға погряз, сол бір мусорлармен бірге жүретін болады. Және де қызғаныш пен құмарлық, әрқашан бір жетпейтін нәпсіге осы бір дүниелер постоянно бір қарайсың да, жақсы қандай вроде сезім болады, бірақ бұл нәрседі одан ары ең қызықтар басталады. Тойымсыздық, себебі сен бір контентті бір кірдің ба, до конца көресің, до конца. Таңнан кешке дейін сол бір Инстаграм мен ТикТоктан шықпай, басынды көтермей. Даже мне кажется, қазіргі адамдарда мына бір мойындарында бір жаңа бір ауру пайда болған сияқты, когда сен мойның постоянно бүйтіп қисық болып жүреді, потому что сен постоянно осы бір контентті бүйтіп шұқисың да қарайсың да тұрасың. Және тойымсыздық ең соңғы сатылары бізде жалқаулық пен апатия, және постоянно депрессия. Осы бір нәрселердің негізгі себебі қысқа контент. Бұл нәрсенің барлығы эмоцияға байланысты. Эмоция дегеніміз не? Эмоция дегеніміз латын тілінен аударылған кезде қозғалысты келтіру, қозғалыс жасау дегенді білдіреді. Бұл қалай жұмыс істейді? Бір нәрсе, мысалы, керемет эмоция тудырды ма, эмоциядан миға гормон бөлінеді, ол гормон әрекет тудырады. Яғни кез келген эмоция, бір қуаныш бір керемет эмоцияны сезінді ме, сразу әрекетке тудырады. Сол эмоциядан кейін сен резко әрекет жасап кететінсің. Және, мысалы, телефонды күштеп тартып алу, адреналин, қорқыныш немесе қарсы агрессия қашу немесе төбелес. Простой ғана мысалы, если кез келген бір эмоция, мысалы, сен телефонды тартып алды, жындандың, или біреу сен сөз айтты, адреналин, сразу қозғалысқа, агрессия, қашасың или төбелесесің деген сияқты белгілі бір әрекетке шақырады. Формула: триггер, эмоция, әрекет.
простой ғана. Бізге эмоция не үшін берілді, чтобы біз әрекет жасауымыз үшін берілген болатын. Ең қызығы, қысқа видеоның маскасының артында не жасырылған? Сен видеоны емес, эмоцияларды скролдайсың. Яғни сен просто 15 секунд сайын ойлаш, 15 секунд сайын құмарлық, 20 секундта ашу, 10 секундта қызғаныш, миында гормондар коктейль. Сен анадан шыға алмайсың, потому что бір кірдің ба, бұл жер өте қызық, одан басында суыра алмағаннан кейін от начала до конца сол бір жерде отырасың да көре бересің. Күшті сезім ба? Возможно, но бірақ ең қызық затты қара. Сен бір короткий ғана уақытта барлық гормондар шығады. Дофамин, адреналин, серотонин, гормон стресса. Осы гормондардың барлығы бүйтіп секіре берген адам потом қандай халге түседі? Проблема, эмоция бар, бірақ әрекет жоқ. Депрессия, апатия, өзіңді кінәлау, жатасың үйде. Блядь, что-то вроде бүгін бір нәрсе істеу керек едім, бірақ дымда істемедім. Және осы бір күйімде мен тағы да қалдым. Ертең бір керемет күнімді бастайтын шығармын. А вдруг бастаймын? Иә. Бірақ ешқандай да әрекет жоқ, тағы отырсың скроллап, потому что сенің миыңда неше түрлі әңгімелер, сөздер жүріп жатыр, сен оны тыңдауға да уақытында энергияң жоқ. Қысқа контент 1-2 сағат көргеннен кейін не болады? Өзіңді біртүрлі сезінесің, өзіңді түкке тұрғысыз адам сияқты қабылдайсың. Почему-то сен өзіңді всегда кінәлай бересің. Бұл масаю, яғни кез келген адам, мысалы, ішіп көрген адамдар болатын болса, бұл қандай ғой, бұл бір состояниеде жету үшін адамдар постоянно бір арақты, бір неше түрлі дәнелерді бүйтіп ішіп барып, біраздан гормондар бүйтіп өлінген кезде ғана осы бір эмоцияны тудыру үшін. Ал сен бұл сағаттардың барлығын, даже бір 30 минутта барлығын эмоцияларды сразу суырып аласың. Егер сен күнде өлді дегенде 6 сағат, 8 сағат, тіпті біреулерді 13-16 сағатқа дейін телефон шұқитын болса, онда миында не болып жатқандығын ойлап көрші. Ол жерде қандай каша болып жатыр. Ең қызығы, бұл бір мастық сезімі кетеді, бірақ сенде постоянно бір екі жол бар. Екі жолда, екеуі де қауіпті. Эмоциядан атрофия. Бұл фейк эмоциялық горка. Неге фейк? Себебі ол шынайы емес, жалған. Қысқа контент бұл сенің басынан өтіп жатқан нәрсе емес, ол тұтынып жатқан нәрсе. Сен ол бір затты жасап, ол бір результатқа жетіп жатқандықтан бір керемет сезім алып жатқан жоқсың. Сен бір сол бір сезімдерді көрудің арқасында ғана жинап жатсың. Бұл фейковый эмоция. Ол зиян, ешқандай да жақсылыққа келмейді. Ол кез келген нәрсе, мысалы, ұят болса да айтайық, ол төсек қатынасы болсын, тағы басқа дүниелер болатын болса да, ол видеодағы мен өмірдегідей екеуі разница жер мен көктей. Бірақ сен сол бір эмоцияға тойынғандықтан эмоциялық атрофия болады. Және нәтижесінде эмоция өткірлігін байқамайсың. Мысал, байланыс үзіледі, триггер эмоция әрекетін жасамайсың, сен эмоцияны. Сол үшін де кейбір кезде айтамыз, бір что-то жастар кейбіреу қатыгез, анау-мынау дейді да. Қатыгез почему? Потому что эмоция, триггер барлығы қозғалып жатқаннан кейін адамдар простой заттарға мән бермейді, и ол заттарды естіген сайын құлақтарын салып тыңдамайды, потому что бұл нәрселердің барлығын маңызды деп вообще ойламайды. Екінші жол гиперэмоционалдық. Үнемі эмоция патологында, миға эмоция коктейлі ұнайды, себебі виртуал әлемнің эмоциясын шынайы өмірге тасисың. Сені ашуландыру оңай, депрессия күйзеліс. Постоянно эмоцияны шкалада бүйтіп ойнап жүресің, содан сені постоянно ашуландыру да жеңіл. Сені жолдан 1-2 машина қысып кетсе, ол сен барлық эмоцияң бүйтіп шығып кетеді. И бұл нәрсе өте жақсы ғой дейсің ба? Вообще жақсы емес. Мысалы, өз ісіңді бастадың, жылдам эмоция, реакция жоқ, ми дофамин қалайды, жалығы ішпісі соңына дейін тастай салың келеді. Кез келген дүниеден 1-2 провал болды ма, сен қашасын Instagram, TikTok шұқисың да, осы бір дүниелерге уақыттардың барлығында арнайсың. И бұл нәрсе жақсы ма? Әрине жоқ. Мысалы, сен өз ісіңді бастадың, жылдам эмоцияға реакция жоқ, ми дофаминді қайталайды, жалығы ішпісі соңында бәрін тастай салың келеді. Мысалы, кез келген шаруаны сен бастап көресің, телефондағыдай эмоция бермейді, сондықтан сен ол бір шаруалардың барлығын кейінге қалдырасың, сондықтан да сенде бітпеген шаруалар, бітпеген задачалар өте көп, и олар жинала береді. Және сен солардың қашасында Instagram, телефон шұқып отыра бересің. Ми конфликт іздей бастайды. Мысалы, эмоцияға үйренген ми шынайы өмірде интенсивті сезім іздемей, тапсаса өзі қолдан жасайды. Конфликт, травма, проблеманы үлкейту, депрессия. Мысалы, кез келген ситуациялардан сен лучше анау бір проблемаларды отырып, мойындап шешкеннен гөрі өзінен бір сол травма кезінде болмайған, өйткен ішкі компаниялармен миларыңды шаршатып, ешқандай да бір әрекетке көшпейсің, және просто так отыра бересің. Қысқа контентті өткізіп отыратын болсаң, көбірек бүйтіп, сен өміріңді де өзгертіп, өміріңді де өткізіп жатырсың. Енді
не істеу керек? Давайте қысқа видеодан қалай құтылуға болады. Бірінші просто осознанность керек кез келген шаруада. То, что осындай проблема бар ма, мойындау керек. Это нормально, күшті, хорошо. Шынайылықтан қашудың себебін табу. Жалпы сендерде мысалы болып жатқан кішігірім проблема болып жататын болса, мысалы бір нәрсе дұрыс болмай қалды, мен телефон ойнайтын, телефон ойнағанша вообще себебі неде, не үшін қашып жатсың, жалпы қандай ситуациялардан проигрыш болды, сен неге дофамин алатын ситуацияларға қашып жатсың, осыны біліп алу. Фокус шашыраңқымен күресу, әрқашан 5-10 минут сайын телефон шұқи бергенше, телефонды бір сетевой режимдерін ауыстырып қойсам болады, вообще алып тастасам да болады. Приложенияларды өшіру, бос орынды дұрыс толтыру. Енді кеттік. Бірінші осознанность. Миымызды саналы түрде қолдана аламыз. Миымыз саналы түрде қолданбасақ, оның өзі бізді бейсаналы түрде басқарады. Себебі сен эмоциямен толтыра берген миың сағанда да жеңіл пұттарды тек қана солай көрсетеді. Потому что намного легче телефонды ұстап эмоцияға толған, чем кейбір шаруаларды барып аяғына дейін жеткізгеннен гөрі. Вообще осознанность түсіну, қысқа видеоны көргенде шын мәнінде не болады? Сен эмоцияны скроллдайсың, өміріңді скроллдайсың. Это понятно. Өмірдің сапасы равно эмоция. Өмірдің сапасы сен бастасаң көшетін эмоцияларға байланысты. Виртуалды әлемге ашу, қызғаныш, құмарлықпен шынайы өмірден қуаныш, қанағат, тынушылық күту, аңғалдық, осознанность тек бастамасы, оны өрлеп өшіріп алмау керек. Келесіде қысқа контент ашқанда қазір мен эмоциямды скроллап жатырмын деп мойында. Кез келген ситуацияда көріп жатқан инстаграмды шұқып атсан, если сен бірінші мойындайтын болсаң, то что осы бір нәрсе мен өмірімді өткізіп жатырмын деген осознанный түрде проблеманы бір мойындайтын болсам, бұл тек қана бастамасы, және де келесі шаруалар өтеміз. Екінші, қашудың себебін табу. Армандау өмірінде елестет, саяхат, теңіз жағасындағы үй, балалардың барлығында машина, сенде бір 10 шақты үй, ойбай, бір керемет ситуация елесте. Прайсын анандай, в общем, мына жерде енді перевод беспонтовый, ну ладно, қала берсін. Басты сұрақ, егер сен оның бәрі болса, сен қазіргіше қысқа контенттер зомби сияқты телміріп отырар ма едің? Если сенің бір идеальный версияң, бір спортивный, финансовый, грамотный ақшасы бәрі көп адам, тура қазіргі сен сияқты инстаграмды, тиктокты шұқып отырар ма еді? Просто бір сұрақ. Егер жауабым иә болса, қысқа контент шындықтан қашу. Егер де жоқ болса, значит ол осындай мойындау керексің. Енді қашудың түпкі себептерін анықтау үшін шындықтан қашуға не итермейді? Дұрыс сұрақ қойсаң ғана дұрыс жауап ала аласың. Қашудың себебін табу керек. Тек сонда ғана оны жоясың. Мысалы, қарама-қарсы мына жердегі примерлер біздегілерге сәйкес келе ме білмедім, бірақ кез келген ситуацияда, мысалы, бір ситуация болды. Сен бір адамды жабам деп ойладым, бірақ закрытие продажа болмады. Осы бір эмоциядан қашып, никчемный сезінбес үшін сен алдында телефонды шұқи бастадың. Шешім бойынша сен не істеу керек едің? Адамдармен переговор бойынша тағы бірнеше сабақтар үйреніп, бірнеше адамдардан продажа бойынша сабақтарды өткізіп, үйрену керек едің. Ал сен не істедің? Бардың телефон ойнадың, тағы бірнеше Free Fire ойнадың, контрға барып келдің, PlayStation ойнап кеттің. Бұл просто қашу. Егер де просто так сен хотя бы осы бір проблеманы мойындап, қашып жатқандығын мойындап, бір-екі шаг істейтін болсаң, сен өзіне деген сенімділігін арта бастады. Хотя бы бір тренингке барып көр, хотя бы бір-екі видео сабақ көріп көр, бір-екі пайдалы видеоларды полноценный көріп көр. И вот сенде сол кезде эмоцияны өзгере бастайды. Үшінші, фокус шашыраңқы, олармен күресу. Миды немен азықтандырсаң, соған құмар болады. Егер де сен постоянно тұрақты түрде жаттығу жасап, жаңа бір тіл үйренетін болсаң, ол соған құмар болады. Если сен постоянно 5-10 минут сайын телефон шұқи беретін болсаң, ол оған құмар болады. Және де қысқа контентпен суарсаң, қысқа контент іздеп отырады. Қысқа контент 21-ші ғасырдың дерті, тұтас расфокус қалыптастырады. Бұл заманауи нашақорлық. Бұны мойындайсың ба, мойындамайсың ба, маған шындығы керек бәрібір, но бірақ бұл үлкен бір проблема, когда біз 5-10 минут сайын мынаны бір ұстай береміз. Даже бір кездесудің өзінде адаммен отырған кезде телефонды неше рет ұстайсың, бір бақылап көрші. Бұл 100% расфокус. Бізді жолдың өзінде телефонды көбірек шұқимыз. Вообще бұл страшно. Енді давайте. Үнсіз ретрит сабағы. Бұл жайында, наверное, барлығы естіген шығар. Насчет, когда сен бір-бірімен сөйлемейсің, тәжірибе жасап көрейік. Давайте. 11 күн үнсіз ретрит. Телефон ұстауға болмайды, сөйлесуге болмайды.
көріп көрші, вообще ешкіммен сөйлеспейсің. Бұны випассана дейді. Наверное, сіздер естіп көрген шығарсыздар, когда басқа бір елге барып, адамдар даже бір-бірлерінің көздеріне қарауға болмайды, сен өз миымен өзің шұғылданып басын қатып отыратын кезде. Бұл випассана. 11 күн бойы ешкіммен сөйлесуге болмайды. Бұдан қандай сабақ аламыз? Бір уақытта екі жұмыс істеме, тіпті ұсақ түйекке, мен даже балама қатысты. Ойлашы, мен балам тамақ ішіп отқан кезде, ол тек қана тамақ ішіп отырады, ол телефон шұқымайды, ол басқа бір затқа алаңдамайды, ол тек қана бір затпен ғана әлек. Ол, мне кажется, даже тамақтың дәмін менен де жақсырақ сезеді. Себебі ол бір затпен сол бір уақыт айналысып отыр. Ал сен тамақ ішкен кезде телефонды қарап отырасың. Сен даже тамақтың дәмін қалай болғандығынды сездің бе деген сұрақ қой. Просто аштығынды бүйтіп басып қойдың ба, жоқ, шынымен де рахаттанып тұрып, алғысында айтып тұрып, осы бір тамақты жедің бе. Бұл да бір қызық зат. Ыдыс жуып тұрсаң, тек жу, музыка тыңдама, подкаст қоспа, жай ғана ыдыс жу, бір уақытта бір ақталғана іс, бұл сені құтқарады. Кеттік. 4-ші, приложенияларды өшіру. Мұны бір орынға қоюға болар еді, бірақ алдымен қашудың себептерін түсіну маңызды. Қарапайым шешім, телефонда қысқа контентті бар приложение болмаса. Неге біліспен ойын ойнаудың қажеті жоқ? Бұл шынымен де шайтанның заттары, бұл опасненько, бұны қатты көп қолдануға болмайды. Егер сенде ол бір затты қолданып қоятын өзіне сенімсіздігін болатын болса, пожалуйста, телефонды басқа жерге қой. Осы бір жерде жанына алып қойма. Или мен ситуациямдағыдай, мына жақта социальный сеттердің барлығы бар, и то бұның өзі ЧБ режимінде жүр. Мына жерде не? Мына жерде вообще социальный сет жоқ, қызыл режимді. Бұл не үшін? Чтобы Алмат бірлі телефон шығып қойды ма? Бұл қызылмен ескерту. Сен Алмат, қателестің, давай нормально бол деген. Вот это қызық. Кеттік. Қалай қызықтыру? Қазір заманның ақыллылары қалай қызықтыру, қалай назар ұстап қалу. Вообще удержание дегенді өте қатты зерттеп отыр. Адамдардың маңыздылығы сіздердің бір керемет денсаулығыңыз болып, бақытты болуыңыз емес, олар өзінің платформасында көбірек отыруын ғана қалайды. И көбірек ақша табуды ғана қалайды. Хоть мойындайсың ба, жоқ па, бәрібір. Ешкім саған пайдалы боламыз деп контент жасап жатқан жоқ. И олардың түпкі негіздері по-любому ақша табу. И это нормально. Бос орынды толтыру. Медитация. Енді медитация дегенде отырып, деп отырмасам да, хотя бы бір уақыт отырды, деміне назар салып көрші. Бұл әлемдегі ең бір қымбат бағалы заттардың барлығы тегін дейді. Бұл ауада тегін, по идее. Ойлап көрші. Бір осында бір тегін затта біз ауамен хотя бір демалып жатқанымызды, мұрнымызбен қалай ауаны өтіп, бүйтіп диафрагма өтіп, бұлай өтіп келгенін бір сезінетін болсақ, будет классно. Бірақ сен бұны даже 1 минутта да істей алмайсың, потому что сен 1 минутқа жетпей проблемалардың басындағы ойларын шыға бастайды. Анау не болды, мынау не болды. Ең қызығы скучно. Конечно, саған өте скучно, потому что сен бір уақытта отыруға сенде уақытың жоқ, орын жоқ. Вообще сен всегда оны отырып не істей алмайсың, потому что саған даже музыка ештеңке жоқ. Сен өзіңмен өзің болып жындалып кете жаздайсың. Бізге не керек? Тек бүгін емес, ұзақ мерзімге эмоцияны скролдау әдетін жою. Оқуды баста. Бұл просто енді жалықтырады. Ну ладно, оқуды баста. Оқу фокусқа арналған ең мықты жаттығу. Оқып отырған басқа ештеңе істей алмайсың. Тарихта ең мықты ойлармен іште диалогқа түсесің. Кез келген кітапты оқып отырған кезде сенің миың и так бос емес, сен параллельно 2-3 сағат істей алмайсың. Ойлашы, кітапты оқып отырып, сен мына жерден подкаст көре алмайсың, негізі логично қарап отырсаң. Потому что сенің ана полный назарыңды сол бір жерге жұтып қояды. Мектепте кітапты жек көргізді. Оқушыға ерекшелігін ескермей миға ауыр кітаптарды болады. Мұның шешімі расымен қызықты нәрсені оқу. Өзіне шынымен де қызықты кітаптарды тап, және соларды оқуды баста. Болмайтын қызық емес ауыр томдағы кітаптарға мүлдем жолама, хотя бір жеңіл кітаптардан бастап көр. Потому что біз оқуға деген қызығушылығымызды сөйтіп қана оятамыз. Мен тіпті өз балама кітаптарды беретін болсам, оған қызықты ғана кітаптарды беремін, чтобы ол түнде келген кезде папа, мен бүгін кітап оқиықшы дейтіндей. Егер оған мен ауыр кітаптарды текстті ғана бар, бірде-бір фотосы қандай кітапты берген кезде, ол никогда кітапқа деген дүниеге жоламайтын еді. Оған Instagram, TikTok қойтын адам болатын еді, 100%. Жалпы 2025 жылы не шығару керек? Дефицит нәрсені өндіру.
2025 жылы, по идее, жылымыз аяқталып келе жатыр. Не көп болды? Бізде ақпарат көп, контент көп, сенім аз. Адамға деген сенім өте аз, потому что көп адам барлығы контент шығарып жатыр, бірақ сен ешкімге сенбейсің. Сенім қалай құртылады, когда сен түсініксізсің. Ал сенімді қалай құрылады дейтін болсаң, өз тәжірибемен бөлісу. Ең қызық, не істеу керек? Өз жолында ұзақ видео форматында ютубқа жүктеу. Мынау бір форматқа мен не үшін көшіп жатырмын, чтобы арасында өзіме қызықты деген дүниелерді осында ұзын форматта жинап осы жерге бөлісіп отыруға. Потому что бұл форматта мен қысқа видеомен жеткізіп үлгермеймін, және де адамдар ол затты көрмейді де. ТикТокта, Инстаграмда, потому что басқа да керемет контент бар, который дофаминді толтырып отқан. А сен мынау бір затты хотя бы аяғына дейін бір подкаст сияқты бір қосып қой да, басқа шаруаларын істеп отырып, кішкене бір-екі затты түйетін болсаң, вот это уже хорошо. И шынымен де мен бекерден бекер контент істеп жатқан жоқпын деген түсінік келеді. Енді басқаша айтсақ, бұл жеке брендіңді қалыптастыру. Почему ойлайсың, когда осында ұзақ контентті сөйлеу жатқан кезде адамдарда көбірек ойлар, идеялар келе бастайды, чем короткий инстаграмда контенттен гөрі? Почему сен, мысалы, ұзын бір видеоңды көрдің, осындай бір сағаттық видеоны көрдің, бір сағатты видеодан кейін көбірек идея келеді, чем короткий дофига видео көргеннен гөрі? Хоть короткий видеомен 2 сағат бойы шұқсан да, сенде керемет көп идея пайда болды деген сөз емес. Ең қызық, тәжірибеңді құжатқа айландыр. Осындай ғана. Мен тәжірибем, мені рилс қарап түкке тұрғысыз нәрсе көрдім. Бірдене дұрыс емес екендігін сездім, түбін қаза бастадым, түсіндім, қысқа контенттің зиянын ұқтым, көруді тоқтаттым, тәжірибені видеоға айландырдым. Тура осылай. Мен өзімдегі болып жатқан проблемаларымды азайту үшін, мінекей, ЧБ-ға ауыстым, красный режимға ауыстым, осы нәрселерді жинап, осы бір видеоны саған арнайы түсіріп жатыр. Бұл видео керемет көп просмотр жинамауы мүмкін, жинамайды да. Но бірақ көрген адамға бұл 100% пайдалы болады. И және менің миссиям орындалады. Ертең күні мен потому что дұрыс контент жасағым келеді. Естет. 2,5 сағат скролдаудың орнына өзінің директі фильмді, өзінің Netflix сериалында жасасан. 5 жылда қанша дивиденд түсіреді. Просто так осында ұзақ видеолармен, адамдарға нудна әңгімелермен қызықтырып ұстай алатын болсан, адамдардың саған деген сенімі қаншалықты күшейер еді. Мен, возможно, қазір мысалы презентацияға қарап сөйлеп отырмын. Кейінгі уақытта мен тіпті ойларымды бірде-бір презентацияға қарамай от души әңгімемді айта алар едім. Бастаған әңгімелерім аяғына дейін жеткізіп, удержаниені көбірек ұстай алар едім. Шынымен де пайдалы нәрсеге ұстау үшін. Короткий контенттен 100-200 шығарғаннан гөрі, возможно, осында ютубқа видео шығарып отырсаң, сен личный брендің намного көбірек танылар еді. Оған пример ретінде, почему байлар подкастқа барады? Почему байлар интервью береді? Почему мықты бір результатқа жеткен жақсы кісілер интервью береді, сол жерде жақсы ашылады? Почему олар Reels, Instagram, TikTok бойынша танылмайды? Себебі олар қысқа контент этапы кезінде басқа игра, басқа алгоритмдер жұмыс істеп отқаннан кейін адамдар ол жерде сені тыңдауға мүлдем уақыты жоқ. Поэтому әлемдегі ең бай адамдар сенім құрады. Сенім құрған кезде, когда, мысалы, логично же, Facebook-ның иесі, Meta-ның иесі, Марк Цукерберг не үшін подкасттарға барады? Не үшін мистер Бист подкасттарға барады? Потому что влияниясын одан да қатты қылу үшін. Потому что ұзын видеолар кезінде адамдар шынымен де осознанно басынан аяқ тыңдайды. Сенім барлық қатынасы негізі. Оны алып тастасаң, бизнестен, достық махаббаттан тек қиран қалады. Вообще дым да қалмайды. Егер де саған сенім болмаса, сенде продажда, влияние де ешкім де саған сенбейтін болады. Простой тілмен айтатын болсақ, влияние деген не? Ол адамға отыр дегенде отырғызу, тұр дегенде тұрғызу, лайк бас дегенде лайк басқызу, сатып ал дегенде сатып алғызу. Вот это влияние. А влияние болу үшін сенде сенім болу керек. И это логично. Өз брендіңді құр. Қалай бастарын білмесең, мен тәжірибемді оқы, видео сабақтарымды көр, пожалуйста, мен контентпен айналысам, контент жағынан саған пайдалы боламын. Егер де сен менімен жұмыс істегің келетін болса, вот төменде ссылкалар бар, кіресің, өтесің, менімен бірге услуга жазыласың. И бұл долгий путь. Долгий ойнауға дайын болсаң, кеттік жүр бастайық. Басқалар сияқты дофаминмен бит толып, ой, бай, тез байып кетесің деген әңгіме бұл жерде жүрмейді, бұл жерде тұрақты, постоянно жұмыс қана керек. Барлығы ашық және қолжетімді. Телеграм каналға сілтеме төменде тұр. Бос орындалды толтырудың маңызы. Кеттік. Қысқа контенттен бас тартқан соң пайда болатын вакуумды бос орынды міндетті түрде толтыру керек. Әйтпесе қайтадан диванда жата беруді жалғастырасың, қайта зомби режиміне түсесің. Потому что бос орын болатын болса, адамдар не істейді, ол затты тезірек толтыруға тырысады.
кез келген темекі шеккен адам темекісін қоятын болса, ол айкос шегіп кетеді, айкостан қойып кететін болса, одноразқа ауысып кетеді, или оны қоятын болса, ол кальянға ауысады. Почему? Потому что ол бір бос кеңістікті чем-то толтыру керек, и ол соны толтыру үшін барлығын қолданады. И сен ол бір затты дұрыс нәрсемен толтыра алуың керек. Бос орынды толтырудың нұсқалары. 3 нұсқа бар. Бірінші, залға бару. Денсаулыққа салған инвестиция уақыт еселенеді. Сол үшін дедім, мен қазір 30-ға келіп, аяғымды, тіземді, тістерімді полный емдеу процесінде өттім. Хоть ол біртүрлі көрінсе де. Бұл мен бір денсаулығым қирап, быт-шыт болып жатқандықтан емес, ертең күн 60-қа келген кезде де мен идеальный денсаулықпен жүргім келеді. Сол үшін де мен қазір денсаулығымды көрсетіп жатырмын. И сен де хотя бы просто залдан бар, хотя бы 5-10 минут өзінің упражнениеңді баста. Потихоньку, 1-2 жаттығулармен, тіпті білмеймін, отжимание істе, турникке тарт, 5-10 минут, хотя бы содан бастап көр. Екінші нұсқа, ойынды жазу. Камераға сөйлеу қиын болса, ойынды жазу ойлау дағдысын дамытады. Ойынды жаз, шүкірлік дәптерінде жүргіз, күнделікті хотя бы жасалған 5-50 затын үшін мақта. Не істедің, не бітірдің бүгінге, хотя бы толтырып жаз. Себебі искусственный интеллект кез келген мынау дүниелерді қамтамасыз етіп дамуы ертең күні сен өзінің өмірінің смыслын таппауға деген септігін тигізеді. Егер сен ертең өмірінің смыслы бар болғандығын қалайтын болсаң, онда қазірден бастап жөндеп нәрселерді жаза баста, бөлісе баста. И бұл нәрсе керек. Если ойынды жазғың келмесе, өстіп бір уақыт видео түсіріп отыр, потому что бұл нәрселе ертең күні қалады. Үшінші нұсқа, социумға уақыт өткізу. Адам өзі жалғыз қалған кезде ғана Инстаграм мен ТикТокты өте көп шұқиды. Когда ол жалғыз өзімен қалған кезде, мысалы, уақытын тектен-текке өткізбеу керек. Мысалы, досымен өмірге шағымдануға емес, дамытушы әңгімелерді айту, айына 1 миллион табу жолдары, рилсқа арналған идея генерациясы, видео түсіру жайында, идея құрау жайында постоянно идеяларды обсуждать етіп, келісіп, отырып, социумда жүретін болсаң, мысалы, если сен контент жүргізбеген адам болатын болсаң, контент жүргізетін адамдардың ортасына келетін болсаң, сен по-любому контент шығарасың. Невозможно, чтобы сен контент шығармаған. Тура осылай, социумда, если постоянно мемлекетті тағы басқа дүниелерді жамандап жүретін адамдар болатын болса, саған басқа бір социум керек, который дамушы орта, и сол бір жерде сен дамый бастайсың. Енді финал, таңдау сенде. Конечно, бұны өзің білесің. Қазір сенде не бар? Қысқа контент зиянын жайлы түсіндік, одан шығу стратегиясын полный саған бердім. Бірақ таңдау әрқашан сенің өзінің қолында. Сен өзің білесің. Қысқа контент көріп, әлі де отыра берсең де болады. Өмірін өз қолына алғың келсе, не істейсің? Менде төменде тағы бір видео тұр контент жайында. Осы бір видеоны кіріп өтіп көрсен де болады. Бірақ таңдау сенің өзінің қолында, дальше контент потреблять етсен де болады, или тұрып сразу өзін әрекетке көшсен де болады. Өміріңді өткізіп жатқан жоқсың ба екен, просто так. Бір ойланып көрші, возможно, сенің өмірін осы бір Инстаграмды шықуға берілмеген де шығар. Ол, возможно, одан да биік белестерді бағындыруға берілді. Сондықтан да қазірден бастап өзінің өміріне көбірек көңіл және де дұрыс нәрселермен айналыс. Простой. Шығу стратегиясы. Осознанность, қашудың себептерін білу, бір уақытта тек бір істі тындыру, приложенияларды өшіру, вакуумды толтыру. Оқу, контент жасау, спорт, социум. Ең маңызды өмірінің сапасы бастан кешкен эмоциялар. И все. Осымен тәмам. Подписка, колокольчик, керемет комментарийін жазып қой, және осы бір формат саған қалай? Өте ме, өтпей ме?